Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы геометриялық фигуралардың жіктелуі, яғни 66-шы сабақты бастаймыз. Бүгінгі сабақта сіздер геометриялық фигуралардың маңызды белгілерін анықтап, оларды жіктеуді үйренеміз. Яғни қандай геометриялық фигуралар бар екенін және олардың қандай белгілері білеміз, соны қайталаймыз. Суреттерге назар аударайық. Бұл жерде геометриялық фигуралар жиынын қара дейді. Бұл жерде шеңбер берілген, ол жиын болып табылады. Оның ішіндегі заттар элементтер деп аталады. Бұл туралы біз 2-ші тоқсанда жиын тақырыбы бойынша қарастырғанбыз. Бұл жиында неше элемент бар дейді, оларды ата. Яғни бұл элементтер санын санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Яғни бұл жиынның ішінде 18 элемент бар. Енді оларды ата дейді. Бірінші тікбұрыш, түзу, сүйір бұрыш, цилиндр, нүкте, доғал бұрыш, тұйықталған сызық, кесінді, сынық сызық, трапеция, тіктөрт бұрыш, конус, куб, үш бұрыш, қисық сызық және дөңгелек деп аталады. Енді осы жиынның элементтерін тағы да неше жиынға бөлуге болады? Қарастырайық. Неше жиынға бөлуге болады екен? Бірінші жиынға біз мысалы цилиндр, конус, кубты апарамыз. Бұл жиынды біз жазық фигура, кеңістік фигуралар немесе әріппен А жиыны деп атайық. Келесі екінші жиынға біз үшбұрыш, дөңгелек, тіктөртбұрыш, нүкте, трапецияны апардық. Бұны біз жазық фигуралар жиыны немесе Б жиыны деп белгілейміз. Келесі үшіншіге біз сызық түрлерін апарайық. Бұл жерде сынық сызық, тұйықталған сызық, кесінді, түзу және қисық сызықты апарамыз. Бұны біз сызықтар жиыны немесе С жиыны деп атайық. Келесі төртінші жиынға біз бұрыш түрлерін апарайық. Доғал бұрыш, тік бұрыш, сүйір бұрыш. Яғни бұл жиынды біз бұрыштар жиыны немесе әріппен Д жиыны деп атаймыз. Яғни жаңағы геометриялық фигуралар жиынынан біз жеке жазық фигуралар жиыны, кеңістік фигуралар жиыны, жазық фигуралар жиыны, сызықтар жиыны және бұрыштар жиыны деп 4 жиынға бөлдік. Енді осыдан нүкте мен түзу негізгі геометриялық фигуралар деген ереже шықты. Бұл жерде біз әрбір фигура нүкте мен түзуден тұратынын білдік. Келесі дәптерге түрлі түсті қарындашпен нүкте белгілеп, кесінді, сәуле, түзу, бұрыш, сынық және қисық сызықтар сыздайды. Бұл жерде біз сызықтың түрлерін қарастырамыз. Ең алдымен сызықтарды сызбас бұрын оларды есімізге түсірейік. Кесінді, түзу сызық екі жағында нүктесі бар. Сәуле, түзу, бұрыш. Бұл жерде біз сүйір бұрыш немесе тік бұрыш, доғал бұрышты салуға болады. Сынық сызық және қисық сызық. Бұл сызық түрлері болып табылады және осыны
еске түсірсек, дәптерге сызып алайық. Енді оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулықтың 7-ші бетіндегі номер 4-ке назар аудар. Бұл жерде сіздерге 2 мысал берілген, оларды шығар деп тұр. Бұл жақшалы өрнек болғандықтан, біз ең алдымен жақшаның ішіндегі амалды орындаймыз. Бірінші амал бойынша бізде 72 мен 32-ның айырмасын табу керек. 72-ден 32-ні азайтқанда 40 шығады. Келесі екінші амал, ол екінші жақшадағы өрнекті орындау керек. 34-тен 22-ні азайтамыз, жауабы 12 шығады. Енді екі жақшадан шыққан мәнді азайтамыз. 40-тан 12-ні азайтқан кезде, сонда бірінші мысалдың жауабы 28-ге тең екенін білдік. Келесі, бұл жерде бірінші жақшада 28 пен 32-ның қосындысынан 70 пен 27-ның айырмасын азайту керек. Жақшалы өрнек болғандықтан, ең бірінші жақшадағы өрнекті орындайық. 28-ді 32-ге қосамыз, жауабы 60 шықты. Одан кейін екінші жақшадағы өрнекті орындаймыз. 70 пен 27-ның айырмасы 43-ке тең. Енді екеуін азайтамыз. 60-тан 43-ті азайтқан кезде 17 шығады. Сонда екінші мысалдың жауабы 17-ге тең. Осы есепті дәптерге жазып алайық. Келесі 7-ші беттегі номер 5-ші есепке назар аудар. Бұл жерде тапсырма бойынша есепті шығар деп тұр. Есептің шартын оқиық. Мұз айдынында 36 ұл және олардан 4-еуі артық қыз сырғанап жүр. Мұз айдынында барлығы неше бала сырғанап жүр? Бұл жерде біз ең алдымен есептің шартын дәптерге жазамыз. Бұл жерде бізге белгілі ұл 36, қыз 4-еуі артық екені біліп тұрмыз. Яғни сұрағы бізде барлығы неше бала сырғанап жүргенін табу керек екен. Бұл жерде қыз белгілі емес, оның 4-еуі артық екені жазылған, және барлығы неше бала сырғанап жүргенін табу үшін біз екі амалмен шығарамыз. Ең алдымен қыздың санын анықтайық. Яғни бірінші амал бойынша 36-ны 4-ке қосамыз. Яғни ұл баланың санын 4 артық деген сөзге қоссақ, 36-ны 4-ке қосқанда 40 шығады. Бұл қыз баланың саны. Енді барлығын табу үшін біз ұл бала саны мен қыз бала санын қосамыз. Яғни 36-ны 40-қа қосқан кезде 76 шығады. Енді есептің жауабын жазу үшін біз мынаны былай жазамыз. Барлығы 76 бала сырғанап жүр. Келесі, кел ойнайық айдарына көшейік. Сіздердің алдарыңызда фигуралар берілген, фигуралардың ішінде әріптер берілген. Бұл ойынның шарты мынандай. Ең кіші, қай фигурада ең кіші, ең аз бұрыштар берілген, содан бастап ең жоғарғыға дейін санау арқылы әріптерді орналастыру қажет. Бірінші біз 3 бұрыштан бастайық. 3 бұрышы бар. Ол бізде С әрпін береді. Одан кейін 3 бұрыштан кейін 4 бұрыш. 4, яғни 4 бұрышы бар. Санайық. 1, 2, 3, 4. Ол бізге П әрпін береді. Одан кейін 5 бұрыш. 1, 2, 3, 4, 5. Ол бізге О әрпін береді. Келесі 6 бұрыш. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ол бізге Р әрпін береді. Одан кейін
фигураның бұрыштарын санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 бұрышы бар, ол бізге Т әрпін береді. Сонда қандай сөз шықты? Әрине, спорт. Бұл жерде біз тек сөзді ғана таппай, сонымен қатар фигуралардың атауларын және оларда неше бұрыш бар екенін анықтап, қайталап шықтық. Фигураларға байланысты сен білесің бе айдарына назар аударайық. Бұл жерде геометриялық фигуралардың атауы грек тілдерінен енген екен. Мысалы, үш бұрыш ол үш және бұрыш деген сөздердің комбинациясынан құралған, яғни бұл фигураның үш бұрышы бар дегенді білдіреді. Келесі тік төрт бұрыш, түзу, дұрыс бұрыш деген мағына береді екен, яғни олардың бұрыштары түзу, тік дегенді білдіреді. Келесі шеңбер ол домалақ, диск деген мағынаны білдіреді екен.